Алғашын осылай тұра беріңіз. Жымайып тұруға ұзын шаршады. Сәл қалды. Беті мен қанаттарым да үйіп қалды. Та-да! Иә, маған ұнап тұр. Негізі жаман шыққан жоқ. Ұйқыдағы ұлы батырмен таныс болсақ, батырдың ұлы ерлік жасаған жеріне баратын кез келді. Ал енді біздің мақтанышымыз бәйтерек. Батырдың ұлы бүркіттің жұмыртқасын зұлым жыланнан қорғаған жері осы емес пе? Дәл солай, ерлік жасалған жер. Ал мына оқиғаларды қайта құру ма сонда? Не дейсің? О, жоқ, бұл қалай? Зұлымдықты жеңу үшін батырды оятайық. Бұл сәурешілік, ол уянбайды. Онда біз өзіміз барып, зұлыммен күресіп, жұмыртқаны құтқаруымыз керек. Біздің сәттілігімізге орай, қазір ол шай ішуге тоқтады. Енді біз үлгермейміз. Одан тезірек қалай жетуге болады? Достар, мен сендерге бұл туристік орын деп едім ғой. Мұнда жеделсаты болу керек. Қандай жеделсаты? Бұл мүмкін емес. Сен өте алмайсың. Зұлымдыққа жол бермейміз. Мен бірдеңе лақтырар едім, бірақ бұл бауырсақ қой. Жоқ, мен оны лақтыра алмаймын. Ол өте дәмді. Қорықпа бөлтір, тағы да жасаймыз. Үлкен аға? Сенің ағаң? Кішкентай жылан, сенсің бе? Күте тұр, мұрныма бірдеңе түсті. Достар, таныс болыңдар. Бұл менің үлкен ағам. Сонда бұл сенің ағаң ба? Ол жұмыртқаны жегісі келді ме? Жұмыртқа? Қандай жұмыртқа? Түсіндім. Сендер аңыз туралы айтып отырсыңдар ма? Жоқ, оны істеген менің ата-бабам болған. Ал мен салауатты өмір салты дегендей альпинизммен айналысып жүрмін. Айтпақшы бүркіт, қалай боп жатыр? Нәтиже жақсарды. Жарайсың. Ал бұлар сенің інің мен оның достары ма? Иә, солай боп шықты. Демек, біз дөрекі болғанбыз. Кешірім сұраймыз. Кітапты мұқабасына қарап бағалауға болмайды. Ал інім, сен мектептен қалмай жүрсің деген үміттемін. Жоқ, қазір мектепте демалыс. Жыланның айтқаны дұрыс болса да, балалар жұмыртқаны қорғауға тырысып, батылдық танытты. Мен сендерді сыйлықсыз жібере алмайым. Осы бәйтеректің дәндерін алып, ақылмен пайдаланыңдар. Мен сенің ағаң бар екенін білмедім. Мен айтуды ұмытып кеттіппін. Барлығы 10 ағайындымыз. Ол болса ең үлкеніміз және шетелде оқыған. Бізді таңғалдырдың ғой. Бәрін дұрыс түсінбей, қатты кеткеніміз ұят болды. Ол тым өсіп кетіпті. Мен бірден танымадым. Қызық. Айдаһар мені таниды ма? Мен оның ұрпағы емеспін бе? Не? Егер картаға қарасақ, ең жылдам жол бетпақдала арқылы. Бұл біз үшін ең қысқа жол болғандықтан, біз сонда барамыз.
О, қандай әдемі суреттер. Бұл суреттер саған не үшін? Олар әдемі емес пе? Әрине, оларды сен көтеріп жүрмейсің. Не деген ыстық еді. Сеніңше жолды кім таңдады деп ойлайсың? Өй, шөл далада бұталарды шашып жатқан кім? Мұнда мүлде ештеңе болмауы керек қой. О, қораған жустанға ұқсайды. Егер қателеспесем, біздің кішкентай бөлтіріктің оған аллергиясы бар. Қараңдар, анда су бар шығар. Өпчу! О, міне енді шаңды. О, қонақтар. Сендер шөлдеп қалған шығарсыңдар. Мінекей. Сізге көп рахмет. Қандай тәрбиелі балалар. Бізді тау етегіндегі ақсақал оқытты. Мәс саған, шынымен де дәл сол кісі ме? Ол даналығы өте бай адам. Сіз онымен таныссыз ба? Әрине, бұл өңірде онымен таныс емес адам аз. Осы жерлердің ханы болған кезімнен ол есімде. Қазірде хан болып саналам. Бірақ халқым жоқ. Егер оны тыңдағанымда, бұл жер осындай болмас еді. Сіз хансыз ба? Бірақ не өзгерді? Неге сізді адамдар тастап кетті? Балалар, сендер осы жер және оның шыдамсыз ханы туралы аңызды білмейсіңдер ме? Олай болса, ақымақ хан туралы оқиғаны бастауға рұқсат беріңдер. Ертеде осы өңірлердің ханы өмір сүрген. Ол бұл жерлерді бойында қуаты бар болған кезінде билеген. Бәрі жақсы еді. Жер құнарлы, адамдар бақытты және бай болды. Бірақ хан бір нәрсені ұнатпады. Оның аллергиясы бар еді. Аллергиясы сирек нәрседен емес, жусаннан болған. Хан бұған шыдай алмай, адамдарға бұл жерлерден барлық жусанды жұлуды бұйырды. Бірақ жусан жойыла салысымен, бұл жерлерді жусанның иісіне шыдамайтын шыбын-шіркейлер басып кетті. Содан кейін хан масалардан құтылуды бұйырды. Ал масалар болмаса, олармен қоректенетін құстар келуін тоқтатты. Ал құстарсыз тұқымды тарататын ешкім жоқ. Тұқымсыз жер босады. Мәне, ханның шыдамсыздығынан халық басқа елдерге тарай бастады. Осындай аңыз. Тоқтай тұрыңыз. Менде бәйтеректің сиқырлы дәндері бар. Соларды қолдансақ ше. Өздерің көріп отырғандай, мен аз болса да жерді егіп үлгердім. Шын айтқанда, бұл көп уақыт алды. Енді тек су керек. Көп рахмет, балалар. Сендер болмасаңдар, мен не істерімді білмес едім. Бұл жерді құтқардыңдар. Бұдан бұлай бұл жер бетпақ талай емес. Бес тәй-тәй деп аталатын болады. Әйтсе де, бүркіттен асқан батыл құс жоқ. Қандай алып және маңғас еді. Келіспеймін, өзің көрдің. Ағам бұл бүркіттен ешкем түспейді. Күшті және үлкен. Бәрі біледі. Ең батыл. Қасқырларды айтасың ба? Ха, саған не ұнамайды? Әрине, олар туралы айтпағанда қалай? Олар нағыз батыл. Менің әкем сияқты. Кейде анан одан да батыл сияқты. Дегенмен достар, Гиннестің рекордтар кітабына енген ең
батыл жануар бал борсығы немесе латын тілінен аударғанда куних тұқымдасына жататын мелевора капельсис. Ақсақалдың батыл есек туралы ертегі айтып бергені есімде. Егер бұл ертегіге сенсек, ең батыл есек. Есек? Жоқ, бұған сенбеймін. Ертегі сияқты. Достар, неге олай дейсіңдер? Қараңдаршы, біз жолда қаншама таңғажайып жаратылыстарды кездестірдік. Мұның бәрі рас. Мүмкін бұл ертегі рас шығар. Есектің әділетсіз қожайыннан қашқаны керемет болғаны сөзсіз. Бірақ мен оның жай ғана ықылықтап жолбарыстың өзін, джунгли патшасын қорқытқанына сенбеймін. Негізі джунгли патшасы арыстан. Я, Лауша, біз сені тыңдадық. Мүмкін қай жануардың батыл екенін емес, олардың не батыл ететіні жайлы ойлансақ қалай? Менің ойымша, қасқырдай тәкаппар болу керек. Бірақ бөлтірік, бұл олардың неге батыл екенін түсіндірмейді. Ал менің ойымша, егер биік ұшсаң, онда жалпы қорқатын ештеңе жоқ. Бұл жақсы нұсқа. Тек біздің арамызда ұша алатын жалғыз сен. Мен болсам, батыл болудың ең қисынды жолы, егер өзің қорқынышты болсан деп ойлаймын. Олар сенен қорыққанда неден қорқасын? Солай емес пе? Білесің бе, менің ойымша қорқудың еш жамандығы жоқ. Сонда батыл болып, қорқудың мәні неде? Бұл дұрыс емес сияқты. Бұл ештеңе істемегеннен жақсы. Мысалы, мен судан қорқам. Бірақ мен әрқашан шайға суды және шайдың өзін қайнатам. Өйткені шайдың дәмді болатынын білем. Маған ештеңе істемеу қорқынышты болып көрінеді. Біздің балалар бұл жерге қайдан келді? Қане, аққу, бөлтірік, жылан және... мүйізді біреу. Мен мұндайды ешқашан көрген емеспін. Бірақ мен, жолбарыс, сенің кім екеніңді уайымдаудың керегі жоқ. Саған не керек, жолақ? Көрмейсің бе? Біздің жолымызды бөгеп тұрсың. Ой, неге сонша ашушаңсың? Қорқпа. Өту үшін төлегеннен кейін мен сендерге тиіспеймін. Біз саған ештеңе бермейміз, арсыз. Кет, әйтпесе өкінесің. Қандай батыл. Ал мынау не сенде? Бауырсақтар? Дәмді. Жеңіл тамаққа жарайды. Ей, қане, қайтар! Сендерге балабақшаға қайту керек. Артқа қайтыңдар. Сендерге кіруге тыйым салынады. Тиісуші болма, әйтпесе өкінесің. Кілемге айналасың. Әкем айтқандай, сен есек шығарсың, солай ма? Әкем сізбен араласпа деген. Мен есек емеспін. Мен мәртебелі бұғышақпын. Біздің жолымызды бөгеуші болма. Жоғал, мысық тәріздес. Міне, көрсеттің сен оған. Мен өзім шошып кеттім, бірақ қасқырлар ештеңеден қорықпайды. Жарайсың. Сонымен қалай екен? Шынымен де сүйкімді ғой. Сонда мен жеңдім бе? Бұл қажетсіз әшекейлерді алып тастағанда әдемі қайық болады. Әйтпесе олар қайықты шамадан тыс жүктейді. Осы жерден шынымен де қайыққа ұқсайды.
Бірақ неге оны бәрі қызға ұқсайды деп айтады? Міне себебі. Қателеспесек, аңыз бойынша қызды сүймеген жігітке бермек болған. Дәл солай, оның өз сүйіктісі болған. Бірақ оның отбасы қарсы болды. Ол онымен бірге қайыққа мініп қашып кетті ғой дейм. Бірақ ол тас болып қатып қалды. Оларды су астындағы құбыжық тасқа айналдыруы мүмкін бе? Оларды бұлай қорқытпа, жылан. Мұндай әдемі жерлерде құбыжық болуы мүмкін емес. Мен дұрыс айтып тұрмын ғой. Иә, қарындас ханым. Жоқ, мұнда құбыжықтар жоқ. Ол сөйлей алады. Иә, сөйлей алам. Мен ұйықтап жатқам. Сендер мені шулап оятып жібердіңдер ғой. Ханым, сізді сиқырдан қалай босатуға болады? Сиқырдан босату? Менің 2 жұмбағымды тап. Сосын мен саған жауабын берем. Қолыңнан келмесе, мені мәңгіге тастап кетесің. Немесе мен сияқты тас қайналасың. Жақсы. Аяғы жоқ, бірақ жүреді. Тілі жоқ, бірақ сөйлейді. Досына қоңырау шалу. Алло. Сәлем әже, жұмбақты тыңдашы. Аяғы жоқ, бірақ жүреді. Тілі жоқ, бірақ сөйлейді. Бұл не? Сенің досың жылан емес пе? Дәл таптың. Рахмет, әже. Жылан. Жақсы, бірақ жауап дұрыс емес. Бұл хат. Екінші жұмбақты тыңда. Бұл классика. Таңертең 4 аяқпен, түсте 2 аяқпен, кешке 3 аяқпен жүреді. Бұл не? 50-50. А нұсқасы адам, Ә нұсқасы автокөлік, Б нұсқасы гладиолус, және В нұсқасы цирк әртісі. В болады. Цирк әртісі. Жоқ, адам ғой. Жұмбақ шешіп ойнамайсыңдар ма? Жоқ. Жоқ, оны тасқа айналдырады. Мен оны тасқа айналдырмаймын. Қолымнан келмейді. Мен жай ғана сендердің кеткендеріңді қаладым. Енді сені қалай сиқырдан босата аламыз? Тек менің көз жасым ғана көмектесе алады деп айтады. Бірақ қайғы көз жасы қанша жыласам да көмектеспеді. Онда күлкі көзі жасы көмектесуі мүмкін. Біз сені күлдірсек, күлкіден көз жасын ағатын шығар. Өзің жаңа ғана күлген болатынсың. Рахмет, балалар. Мейірімділік пен айнымас пәк жүректерің үшін көп рахмет.